Алматы қаласында биыл үлескерлердің мәселесі толықтай шешіледі. Бүгін оңтүстік Астанаға жұмыс сапарымен келген премьер-министрінің бірінші орынбасары Өмірзақ Шөкеев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, жыл соңына дейін мұндағы 2000-нен астам үлескер өз пәтеріне қол жеткізеді. Сондай-ақ Өмірзақ Шөкеев тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласын модернизациялау жөніндегі бағдарлама аясында биыл Алматыдағы 40 көпқабатты тұрғын үй қайта жөндеуден өтетіндігін айтты. Ғайни Дәулетбаққызы толықтырады. Тимирязев пен Манас көшелері қиылысындағы мына бір үйлер тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласын модернизациялау жөніндегі бағдарламаға алғашқылардың бірі болып енді. Тұрғызылғанына жарты ғасырдан астам уақыт өткен үйлердің шатыры мен сырты коммуникациялық жүйелері әбден тозған. Қазір талайдан бері жөндеу көрмеген бұл үйлерді қалыпқа келтіру жұмыстары қарқынды түрде жүріп жатыр. Жөндеу жұмыстары мемлекет пен тұрғындардың қаржы есебінен іске асуда. Мемлекет құрылысқа қажетті ақшаның жартысын тұрғындарға несие ретінде беріп отыр, ал қалған бөлігін халық өзі жинауда. Бұл жыл соңына дейін Алматы қаласында 40 көпқабатты тұрғын үй осы әдіспен жаңартылмақ. Өмірзақ Шөкеев бұл бағдарламаның қазір тәжірибе ретінде жүзеге асып жатқанын айтады. Мақсат орындалса бағдарлама республика бойынша қолға алынады. Алматы қаласы бойынша биыл 40 үй жөндеуге қазір қойылды. Оның ішінде 20-дан астамы өзі басталып кетті. Бұл енді биыл біз бұл енді жаңалық қой. Сондықтан биыл біз бұны тек пилот дейді ғой. Бұның жаңағы әр детальдарын білу үшін бастап көріп жатырмыз. Келесі жылдан бастап 2 есе 3 есе көбейтеміз. Республика өзі 7,5 миллиард, келесі жыл 16 миллиард. Өмірзақ Шөкеев бастаған жұмыс тобы бұдан кейін Алматыдағы Сайран және Қарасай ауданындағы Премьер Ақшам аудандарында үлескерлерге арнап салынып жатқан құрылыс нысандарында болды. Жоспар бойынша бұл тұрғын үйлердің құрылысы жыл соңында аяқталып, 3000-ға жуық үлескердің мәселесін шешеді. Алматы қаласы әкімдігі келтірген деректерге қарағанда, бүгінгі күнге дейін шаһарда 13308 үлескер баспаналы болған. 8 компания, үлкен компаниялар үлескерлердің сеніміне пайдаланып, қаржысын жинап, кейбіреулер тіпті құрылысты бастамай сөйтіп кеткен алаяқ компаниялар көп болды осы Алматы облысында, Алматының төңірегінде. Солардың бәрімен әкімшілік өте жақсы жұмыс атқарды. Оның ішінде бұрын-соңды біз ешқандай қолданбаған тәсілдер қолдандық. Айталық 6 компанияның үлескерлерін бір жерге шоғырландырып, мына үлкен премьерадан комплекс салынды. 2007 жылы қаржылық дағдарыс басталған тұста елімізде 450 құрылыс нысаны аяқсыз қалған болатын. Ал үлескерлердің саны 62 мыңнан асты. Бүгінде республика бойынша 57 мың үлескер өз баспанасына қол жеткізді. Үкімет мүшелері қалған 5 мың азаматтың мәселесі таяу уақытта шешіледі деп уәде етіп отыр. Ғайни Дәулетбаққызы, Николай Тишенин, хабар Алматыдан.